Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен кукси тамағын әзірлейтін боламыз. Егер жасап көрмеген болсаңыздар, міндетті түрде менің рецептіммен дайындап көріңіздер. Ең бірінші біз бульонын дайындаймыз. Осылай 1 литр суымызды таза ыдысқа құйып, үстінен 3 немесе 4 ас қасық соевый соус қосасыздар. Дәмін қарап көресіздер. Енді соевый соустың түрлері көп қой. Сол себепті сіздің соевый соусыңыздың сапасына да қарай. Егер дәмі шықпай тұрса, онда тағы да қосу керек боласыздар. 3 шай қасық қант саламыз, және де дәміне қарай тұзын саласыздар. Одан кейін уксус құямыз 1 шай қасықпен. Егер уксустарыңыз 9% болса, онда көбірек қосасыздар. Кішкене мұздап тұрған кезде турасаңыздар, етті өте жақсы туралады. Менде сиыр еті, осылай өте жұқа қылып тіліп алып, соломка қылып тураймыз. Барлық туралған еттерімізді қазір маринадтайтын боламыз. Үстіне 1 ас қасықпен соевый соус қосып, және де дәміне қарай тұзын салып, 10-15 минутқа қойып қоямыз. Енді пиязымызды полукольца қылып осылай турап аламыз. Және де чеснок, менде 1 головка чеснок. Бізге чеснок көп мөлшерде керек болады, сол себепті чеснокты аямаңыздар, өте жақсы дәм береді. Өте ұсақтап майда қылып тураймыз чесноктарымыздың барлығын. Егер чеснок адавка болса, өткізіп жіберсеңіздер де болады. Келесі кезекте қиярларымызды да жіңішке етіп, жұқа етіп тураймыз. Барлық туралған қиярларымызды да қазір бөлек ыдысқа салып маринадтайтын боламыз. Помидорларымызды да дәл видеодағыдай турап аласыздар. Енді қиярымыз бен помидорымызды маринадтаймыз. Үстіне шамамен 1 шай қасықтай чеснок салып, кориандр саламыз. Дәміне қарай тұзын салыңыздар. Жарты шай қасық кориандрдан, және де паприкадан жарты шай қасық. Қызыл бұрышты енді қалауларыңызша саласыздар. Мен қиярға қызыл бұрышты көбірек салып жатырмын. Енді үстіне өте қатты қызып тұрған майды құямыз. Осылай енді араластырып, бұларды да 10-15 минутқа осылай маринадталып тұрсын қойып қоятын боламыз. Енді таза ыдысымызды алып, 3 дана жұмыртқамызды ыдысымызға жарып, шым-шым ғана тұз қосып, жақсылап араластырып, қызып тұрған табамызды кішкене түбіне майды құйып жібереміз, аз ғана мөлшерде. Соған блины пісіретін боламыз. Мен 3 бөлшекке бөліп, осындай блинылар пісіріп алдым. 3 шықты менде. Пісіріп алғаннан кейін осы табамызға майды құйып, қыздырып, етімізді қуырып аламыз. Осы қуырылып жатқан етіміздің үстіне қазір пиязымызды саламыз. Етіміз өте жұмсақ болуы керек. Қалған чесноктың бәрін салып жібересіздер етке. Пияз етті жақсы жұмсартады, және де біз өте жіңішке жұқа қылып тұрады еттеріміз. Сол себепті ол тез пісуі тез. Енді етіміз қуырылып жатқан уақытта осындай кеспе, куксиға арналған кеспе барлық магазиндерде сатады. Соның пачкасының теңдей жартысын пісіріп жатырмын. Кеспелеріміз піскенше, міне блиныларымызды осылай кесіп аламыз. Бізде барлығы дайын. Кеспеміз піскеннен кейін міндетті түрде суық суға жақсылап шайқап жіберіңіздер.
Кеспемізді міне ыдысымызға бірінші ортасына осылай салып аламыз. Одан кейін қалған ингредиенттерді шетіне салып шығамыз. Етімізден саламыз. Еті молырақ болса, өте дәмді болады. Маринадталған қиярларымыз, помидорымыз және де жұмыртқамыз бен көк пиязымыздан саламыз. Достар, міне біздің осымен көксиіміз дайын болды. Енді үстінен бульонды құятын боламыз. Бұл салқын тағам болып есептеледі. Күн ыстық кезде ішсеңіздер өте күшті, өзіме қатты ұнайды осы тағам. Бетіне кішкене кунжут себеміз, достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Сау болыңыздар.